жаңа бес столға приз береміз әрінің иесі. Мынау айттым ғой, тағы да қайталайын, орамал тон болмайды, жон болады деген бір өздеріңіз қарап аласыздар. Жаңа кімнің үстелінде қандай нөмір берді жаңағы. Мына кім? Мына құлағына басайық, қандай нөмір істеді? Екі Ләззат, екі мына жақта. Екі мына құдаларға. Құдаларға төрт құдалар қандай нөмір істеді? Бес. Құдалардікі, да? Ұстаздар сізден қандай нөмір еді? Үш жақта. Алырыз, активный. Ұстаздар алырыз, сіздер өздеріңіз аттарына сай алырыз. Бір. Значит, қайсының жоқ болды? Бұяға. Төрт күні бұяға. Қасалайық мұны, бұяға қасалайық мұны. Ал құрметті қонақтар, риза болыңыздар. Енді мына қазір бір аузынан айтсақ. Әлемді мынау айттым ғой жаңа біздің көршілердің өте концерт құрамыз өте тығыз. Сондықтан айттым ғой, танцор дискомен билейтін бишіміз тауда жаңағы ауыл шаруашылығында қол тиме келемей қалды. Әншіміз қайдақ болсын өлең айтқан ол жаңағы мұнайшыларында концерт беріп жүр. Сондықтан мен қалдым, мен бір аузынан айтыстайын. Алды айтым. Сұлуға сондай ертеден болды емірші, екі көзнеге тартады келіншек, жер жатқан қамыс аржағына көз салсам, жағада отыр ақжаулық сұлу келіншек, жер жатқан қамыс аржағына көз салсам, жағада отыр ақ балтыр сұлу келіншек, көрінген шашын желменен бірге желбіреп, қоршаған қамыс сыбдырын саған арнайды, дәл саған қарай аққулап қалқап барадай, емініп ертіп көгіндегі түбіндерін, дәл саған қарай аққулап қалқап барадай, емініп ертіп көгіндегі түбіндерін, жер жатқан қамыс аржағынан көз салсам, жағада отыр ақжаулық сұлу келіншек, жағада отыр ақжаулық сұлу келіншек. Рахмет тыңдағаныңыз. Ой, рахмет аға. Тамаданың үстіне тамада келсе, қотырдың үстіне шиқан шығады дейді. Көршілер шиқан шығарып жатыр, керемет. Енді қадірлі қонақтар бір бата сұрайық. Содан кейін бәріміз орнымыздан тұрайық, жақсылап тұрып бір сергіп алайық. Билейік, жарты сағат үзіліс алайық деген ниеттеміз. Енді осы әндетіп жатқан, ойнатып жатқан, осы әулетке әрі көрші, әрі құда, Қадырбек әкеміз енді бір асқайып, бір аяқтасаңызшы өзіңіздің жұмысыңызды. Ал қадірлі қонақтар, алақаныңызды жаяйық. Илья, әумин! Әумин! Асқарды алып, денге саулық, басыңыз аман, деніңізді саулық берсін. Басылар күлі ұлап, шулап, әріңізге береке, басылар береке берсін. Осы тойымыз тойға жалғаса берсін. Бәріңізге төрде отырған Қали әкеміздің, Дина жеңгеміздің жасын берсін. Мен айтқаныңыз Алланың құзырында қабыл болсын. Ал қадірлі қонақтар, орысша айтқанда антракт, қазақша айтқанда алып тұрайық. Оларыңызда жарты сағат үзіліс, жарты сағаттан кейін бәріміз бір кісідей тойымызды екінші бөлімін жалғастыратын боламыз. Бар жанардардағы биге келіңіздер ағайын, той құтты болсын.
Молдаванка собирала виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: замер рекою зоркий летний сюжет. Раскурявый, клен зеленый, не знай, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый и густой. Раскурявый, клен зеленый, не знай, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый и густой.
әжім дәжем аман ба, шежіресі бар көптеген. Боз балаларым аман ба, бұғаулық ал қолына, бұлғынтып мінген көктөнен, бой жеткендерім аман ба, қардың қызыл гүліндей, көктемі келсе көктеген. Ағаларым аман ба, көңілі көлден көптерең, жеңгелерім аман ба, арысын елдің төкпеген. Нағашыларым аман ба, кризис әсер етпеген. Ойшыл қауым аман ба, тойшыл қауым аман ба, батырда болып тумаса, найзамен түйреп ет жеген деген екен. Ал қадірлі қонақтар, олай болса жан-жақтарыңызға қарап, шашыларыңызды тарап, сіз деп, біз деп, бір-бірімізді іздеп, ақырын жөтеріп, настроениені көтеріп, микрофон және аппарат Гүлжанат ханым мен Абзалдың құрметіне бір конкретный шапалақ бар ма? Ал, қадірлі қонақтар, тойымыздың екінші бөлімінде тамаша тәртіп тілекпен бастасақ деп тұрмыз. Өзі төртінші жұрт деп қосылып жатқан коллектив жұрт бар, ұжымдастар бар. Сол кісілерді мен ортаға шақырсам деген ниеттемін. Оглям Тургановна дейді, Алия Алпысбековна, Алия Данышбековна, Жанар Дүйсенбаевна, Гүлзира Кубеевна, Орал Мұратдиновна, Гүлнар Мұратбековна, Индира Бақтыжановна атты барша коллективтар, және де осы кісілердің жанына класстастар Жанна Ләззат, курстастар Жадыра Гүлмира деген кісілер. Класстастар, курстастар. Келіңіздер, коллектив жұртпен бірге. Тойды тост, билеп-билеп! Класстастар, курстастар шықты ма? Ай, бәрекет. Класстастар сөйлесін, курстастар сөйлесін. Коллективтан бір зарплаты көп біреу сөйлесін. Жақсы сөйлейтін біреу сөйлесін. Көрінген нәрсеге ренжіп қалатын біреу сөйлесін, класстастар. Мына жақтан бастаймыз ғой, рұқсат қой. Класстастар сонау алыстан келіп жатыр. Семейден келіп жатқан класстастарға арнайы осы той үшін қошемет соғып қойсаңыздар, қадірлі қонақтар. Олай болса енді қазақ қай жерде де қонақ жайғалық, қош келдіңіздер деп сіздерден бастасақ сөзін кезегі. Келіңіздер. Ал Гүлжан, келіп жеткен туған күні құтты болсын, дені сау болсын. Енді немереңнің қадамы құтты болсын, жақсы оқып, өзіңе қолғанат болсын, Жанат екеуіңе. Енді балалардың арасында, немерелердің арасында өстіп күліп ойнап жүре бер. Осындай коллективтің туыстармен әрдайым осындай позитивный, әдемі болып, энергичный болып жүре бер. Кешіріңіздер, кішкене тамағым ауырып тұр. Ал енді Жанат, мерейтойың құтты болсын. Дендерің сау болып, кішкентай немерелеріңіздің қадамы құтты болып, дені сау болып, өздеріне серік болсын. Тек қане қызығын көріңдер бала-шағалардың. Гүлжанат пен кішкентай кезімізден бірге өсіп, бір нанды бөлісіп жеп, Гүлжанат мамасы Жаңхан апайдың қармасын бірге бөлісіп жеп, бір-біріміздің үйімізде қонып, көрші болғамыз. Сол кезден бері енді достығымыз үзілмей, мерейтойына, 20 жасына куә болып, қуанып жатырмыз. Гүлжанат әрқашан дені сау болсын, бала-шағаның қызығын көр, ауырма, тек қане жақсылық болсын отбасында, достарың көп болсын, еңбегін жана берсін, өсе бер, өне бер, бәрі жақсылық болсын. Мына енді біздің кішкентай сый-сияпатымыз. Тапсырды рұқсат, класстастарға қошемет біліңіз. Сонау Семейден
сыйлап келіп жатқан сіздерге рахмет. Курстастар той құтты болсын. Ал құрметті тойшыл қауым, той құтты болсын. Бүгін біздің курстасымыз Гүлжанның туған күні 50 жасы құтты болсын. Жасымыз 50-де болса да жүрегіміз 25-те. Жігіттердің айтқан сияқты біз служакпыз деп деген қайнаған студенттік кезіміз бірге өтті. Гүлжан бала-шаға қызын көре бер, немерең көп болсын, шөбере сүй. Әрқашанда аңсаған армандарына жете бер. Біз педколледжде бірге оқыдық. Әлі сол педагогикалық жолымызды жалғастырып келеміз. Bir жағынан әріптеспіз. Осы Алматыда араласып тұрамыз, құраласып тұрамыз. Жанат пен Жанаттың алғашқы махаббатына куә болған адамдармыз. Тек қана отбасыларына бақыт тілейміз. Той құтты болсын. Той құтты болсын, құрметті қауым. Гүлжан, мерейтойың құтты болсын. Саған денсаулық, творчестволық табыс, отбасына тек қана бақыт пен береке тілейміз. Кішкентай ұлдың қадамы құтты болсын. Тарыдай болып кіріп, таудай болып шықсын. Өздеріңді асырайтын азамат болсын. Енді жаңа айтып кеткендей, 4 жыл бірге оқыдық, 4 жыл бір бөлмеде тұрдық. Сол түскеннен бастап, бір-бірімізбен таныстық, содан кейін 4 жыл бірге болдық. Қазір Гүлжан сол қалпы, ешқандай өзгермеген. Жаңа Гүлжан айтпақшы 50-дейміз, 2 рет 25-тен. Той құтты болсын, тек қана осындай тойда күліп ойнап, бала-шағаның қызығын көріп, Жанат екеуміз тек қана қуаныш тілейміз сіздерге. Қайырлы кеш, осы тойға жиналған құрметті қонақтар. Гүлжан апамыз осы тойға барлық достарымен жинап, үлкен жиын беріп жатыр. Гүлжан апай, сіз бақыттысыз. Жаңаға анаңызда жинап барлық достарымен қастарын дейді. Перзентіне дәл сондай ат қойыпты Гүлжанат деп. Осы кішкентай қызымыз бүгін енді үлкен жасқа толып жатыр екен. Оны айтпай-ақ та қояйын, айтып жатыр ғой, бәріміздің көңіліміз 18-де деп. Енді айтып кететін бір жағдай, Гүлжан апайдың 26 жыл еңбегінің өтілімен әр жылда 300-дей шәкірт шығарады. Көбейте беріңіздер, қанша бала қол астынан өтеді. Сондықтан бұл кісі енді, біз енді орыс тілі маманымыз ғой. Сондықтан она у нас в коллективе активистка, спортсменка, разносторонняя женщина. Поэтому мы ее любим, ценим в нашем коллективе. Жасы пәлене келді демейді, кез келген сайыстарға түсе береді. Әлі де екеуміз қатарласпыз. Менен бір-ақ балғын ерте тоздыртқан. Сондықтан әлі де алатын белестеріміз алда. Жасымыз пәленшеге келді демейміз, әлі де еңбек етеміз, кемінде 10 жыл шәкірт тәрбиелейміз. Алла тағала бізге осы берген ол қыздарымыздың рахатын көрейік. Гүлжан апай, мынау айтып жатыр ғой, как будто у вас это день свадьбы. Сондықтан қосағыңызбен қоса қарыңыз, бір жаста қартайыңыз, немерелер, шөберелер көбейе берсін. Жаңағы өмірде қандай жақсылық бар, соның бәрін тілейміз сізге. Ең бастысы денсаулығыңыз зор болсын. Денсаулықтың арқасында әлі де еңбек етеміз. Біздің енді коллективімізден ән шашуымыз бар, және алтын апайымызға алтын сыйлығымыз бар. Жанузарына, бүгінгі сіздің мерейтойыңыз құтты болсын. Біздің мектептің ең беделді тәжірибесі мол. Жалғыз біздің мектепке емес, барлық Алматы қаласына танымал ұстазсыз. Өз тәжірибесімен бөлісетін адамсыз. Барлық сізді құрметтейді, жан-жақтан бәрі біледі. Сондықтан әлі жетістігіңіз көп болсын. Сізді құрметтейтін, сыйлайтын шәкірттеріңіз көп болсын. Біздің жаңадан Қалқаманның ортасында жаңадан ашылған мектептің іргесін қалаған мұғалімнің бірісіз. Енді осы мектепте
пенсияға шығымыз. Бірақ әлі де сізге демалу әлі ерте, әлі де шәкірттерді, жас мамандарды үйрететін, даярлайтын ұстасы, сондықтан энергияңыз таусылмасын, осындай әдемі жас кейпінде қала беріңіз, жаныңызда жүрген ер азаматыңыз аман болсын. Абзалымызда биыл мектептің табалдырығын аттады, зейіні ашылсын, ақылды, білімді, еліміздің үлгілі азаматы болсын, жолы ашық болсын. Әумин, мінеки, алталаштың басы қосылса да төрде көріп ұстаздарды тілектеріңіз қабыл болсын. Аман болыңыздар. Осы тілектің ішінемізде қалғанымыз. Бәрекелді олай болса, алтындай әпкелеріне алтын сыйлықты тапсырып қоюға рұқсат. Жанат ханымды, Жанат мырзаны орталарыңызға алып естелікке бір сурет өткізейік. Ал және өздері айтып өткендей, коллективтің атынан ендер ағыздарыңыздың орындауыңызда әсем ән болсын, той құтты болсын. Гүлжан Мұсайна туған күніңіз құтты болсын. Ортаға шығып билесеңіздер болады.
Индира ханымға, ұжымдастарға, курстастарға, класстастарға қошеметтеріңіз болса, той құтты болсын. Ал енді Гүлжанат ханым, маған өте ақылды осы тойда бір 6 адам шығарып тұрыңыз. Ақылды, білімді. Біріншісі. Асия апай, келіңізші. Асия апай қайда? Асия апай, келіңіз. Келіңіз. Онда кейін ойныңыз, осы жерде тұрасыз болды, келіңіз. Мен емес, Гүлжанат ханым шақырып жатыр. О, Гүлжанат ханым үшін. Осы жерде тұрып шақыра берейік, келіңіз. Так, екіншісі. Класстастардан Ләззат. Ләззат ханым. Кім? Бәтес апай. Бәтес апай, келіңіз. Курстастардан Жадыра. Жадыра ханым, келіңіз. И достардан Рахат. Анар ма? Анар. Анар ханым, келіңіз. Так, төртеу болып қалды. Анар ханым. Алтыншы кім? Құдағилардан Күләнда құдағи. Күләнда құдағи, келіңізші. Болды. Гүлжанат ханым болды, келді бәрі. Анар ханым қайда? Класстастардан шықты ма? Анар кім? Осы коллективтен Гүлзира. Гүлзира ханым коллективтен. Келіңіз. Так. В полку убывания. Орнына Клара. Клара ханым, келіңіз. Үлкендердің орнына Клара ханым шықсын деп отыр. Қайда Клара ханым? Толтырма азайып кетіп отыр ғой кісі. Енді біреу шақырайық. Коллективтен шықты. Көршілерден Света. Света ханым. А жоқ, Тёжене. Тёжене, келіңіз. Ал енді бұл өте ақылдылардың ойыны. Оп-оңай, сіздер жүгіртпеймін, домалатпаймын, іштен кісемеймін, уақытсыз ойын емес. Жай өшіріп тұрасыздар, сіздердің білімдеріңізді тексереміз. Және де өте қиын сұрақта да емес. Келсіз ба? Экранға назарымызды бұрамыз, тұлғалар деген ойын. Қазір белгілі бір тұлғалардың сөздері шығады. 2 рет тапқан адам бірден приз алады да орнына отыра береді болды. Келсіз қой? Мен мына жақтан бастаймын. Авторын табу керек шыққан сөздің. Кеттік. Сізден бастаймыз. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылып. Кім? Алтынсарин. Жоқ, кезек. Мына кісінікі. Ыбырай Алтынсарин. Дұрыс. Кеттік. Келесі сөз. Отец русский, мать Коленко, ал мен қазақпын. Кім? Көмектеспейміз. Көмектеспейміз. Дұрыс болды сіздің айтқаныңыз. Көмектеспейміз. Кім? Головкин. Геннадий Головкин. Дұрыс. Сізде бір ұпай, сізде бір ұпай. Келесі сөз. Негізі біз қазақтар, арабтар сияқты өмір сүруіміз керек. Кім айтты? Назарбаев.
Абылязов бәрі келді. Қате, жоқ, Абылязов айтқан жоқ. Кім айтты? Білмеймін. Кім айтты? Қазақтар, арабтар сияқты өмір сүруіміз керек деген айтқан адам білмейсіздер ме? Кім айтты? Кім? Көмектеспейміз. Көке, рахмет. Кім? Назарбаев емес, кім? Имам шығар деп ойлаймын. Имам? Қай имам? Атын ұмыттым осы. Тақиясы бар ма? Сақалы бар ма? Бар. Ол айтқан жоқ. Нұрлан имам, бәрекелді, ол айтқан жоқ. Кім айтты? Негізі біз қазақтар, арабтар сияқты өмір сүруіміз керек деп таксистер айтты. Таксистер ғой біздің саясаткерлер. Келесі сұрақ. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін деп кім айтты? Жұмабаев. Мағжан Жұмабаев, дұрыс. Келесі сұрақ сіздерге. Кеттік. Қасым Жомарт Кемелов жебелmiş деп кім айтты? Кім? Қасым Жомарт Кемелов жебелmiş деп кім айтты? Путин айтты. Сізге Пютин деп қойсаңызшы. Так, кеттік, келесі. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалам. Абай. Фамилиясы? Құнанбаев. Абай Құнанбаев айтты, дұрыс. Келесі. Газ келу деп кім айтты? Атырау, Маңғыстау. Болады, ол да дұрыс нұсқа. Соларды Атырау, Жаңаөзендердің ішінде кім айтты? Адай. Иә, адайлар айтты, дұрыс. Барлықтарыңызға бір сұрақтан бар. Келесі. Не стоит температура Джеки Чан деп кім айтты? Кім айтты? Кім? Тамада. Тамада? Не стоит температура Джеки Чан деп кім айтты? Қоя қойшы көке. Кім айтты? Не стоит температура Джеки Чан деп? Саната. Дұрыс. Хан Ата деген блогер бар, сол айтты. Сыйлық. Стоит температура Джеки Чан. Осы кісі айтқан ғой. Сыйлық беріп тастайық. Екі сұрақты бірден тапқан бірінші қатысушы. Оп-оп-оп, отыра беріңіз, қошеметтеріңіз. Келесі. Жаңа Қазақстанды бірге құрайық деп кім айтты? Назарбаев. Жаңа Қазақстанды бірге құрайық деп кім айтты? Жасты. Жаңа Қазақстанды бірге құрайық деп кім айтты? Мен айттым. Мен айттым? Сіз қашан айттыңыз? Біз қаяқтан білеміз оны? Жаңа Қазақстанды бірге құрайық деп? Тоқаев. Тоқаев айтты ғой. Аты кім? Кемелов. Аты? Қасым Жомарт. Дұрыс! Сыйлық! Қасым Жомарт Тоқаев Кемелов айтты жаңа Қазақстанды бірге бастайық. Келесі. Жер бетіндегі ең батыр адам ол қыз деп кім айтты? Бағжан Момышұлы. Неге олай айтты? Өйткені қыз ол келін болады. Келін бөтен әулетке кіріп, жаңа сол үйдің бүкіл жұмысын істеп, сіңіп кетеді. Дұрыс! Сыйлық! Сыйлық! Бітті ма? Сіздер бір сұраққа жауап бердіңіздер ма? Есімдеріңіз? Жанна, Клара, Гүлзира ханым ғана бір сыйлықтан беріп қояйық қарай келіңіздер. Рахмет қатысушыларға қошемет соғып қойыңыздар. Гүлзира ханымға да сыйлық. Енді қадірлі қонақтар, жалпылама бір ойын ойнап жүрейік. Тағы да ойнаграмға қараңыз. Брендтар. Қандай брендтар екен табасыздар, біз атын алып тастап, тек картина шығаратын боламыз. Кеттік. Ең бірінші мынау. Қандай бренд? Қандай компания? Қандай не? Келіңіз. Келіңіз, билет. Пепси, кола емес, конечно. Пепси емес, келіңіз, билет. Иди на ножы. Айтшы, қандай? Кока-кола. Конечно, Кока-кола.
бәрекелді. Лайс чипси бол. Дұрыс, қожаметтеріңіз сыйлық. Рахмет, Фирдос. Кет келесі. Нау! Келіңіз біле-біле. Болғанда бірін. Шатаспасам, то есть чупа-чупс. Чупа-чупс емес. Чупа-чупс емес. Сыйлық. Дұрыс. Кет келесі. Нау! Келіңіз біле-біле. Бәрекелді қатер. Важный салфетка емес. Нино. Міне кім айтты? Келіңіз. Билетін жеңізге соқты қалам. Нино. Фрутаняня. Фрутаняня. Дұрыс. Сыйлық. Кет келесі. Айтпағандар бар ма? Қол шықпағандар бар ма? Келіңізші. Біле-біле. Есіміңіз? Жанархан не бұл? Макдональдс. Дұрыс. Сыйлық. Міне келіңіз. Кет келесі. Мынау? Жігіттер кім оған? Не мынау? Әмжелен болып тұр. Бір келсеңізші. Бұл тек айғайлама қылғандығы? Келіңіздер. Келіңіздер. Кім біліп отыр? Кім біліп отыр? Келіңіз. AMG, сосын? Мерседес. Мерседес. Дұрыс. Сыйлық. Сыйлық. Болғандар отыра берсін. Келгендерге бере береміз. Кішкене шығып, мен сөйлеп отқанымыз қаласасын. Кетіп келесің. Келесің бере. Мамперс? Памперс. Болды айқайламаңыз. Дұрыс, памперс! Сыйлық! Міне келіңіз. Сода. Мынау не? Бұл? Келіңіз. Есіміңіз? Гүлнар. Қандай? Бургер Кинг. Бургер Кинг. Дұрыс. Болғанда тілектеріміз аз ғана білез қапты, оны бишілер бар шығыс, онымен байғап көреміз оларына. Келесі сөздің кезегі Жанат ағамыздың, Жанат әкеміздің класстастары және де Гүлжан ағамыздың подругаларымен бірге шақырсақ деген ниет бар. Олай болса, Жанат әкеміздің класстастары Жанат Рахат, Ерлан Күнсұлу, Болат Анар, Сержан Айтан
Бақыт Ахметжан атты Жанат ағамыздың, Жанат әкеміздің класстастары және де Гүл Жанат анамыздың подругалары Марат, Жібек, Мұрат, Лейла осы кісілермен бірге шықсаңыздар. Келіңіздер, билеп той құтты болсын. Басыңнан бағың кеткенше, бір дос бар, астыңнан тағың кеткенше, бір дос бар, қораңнан малың кеткенше, бір дос бар, мұрныңнан қаның кеткенше. Ал нағыз достар кеудеден жаның кеткенше дейді. Мінекей, кеудесінен жаны кеткенге дейін дос болатын достар шығып жатыр. Жанат, Гүлжанат анамыздың құрбылары да осы кісілермен шығып жатыр. Ал қадірлі достар, сөздің кезек өздеріңізде, келіңіздер. Кім бастайды? Гүлжанат анамыздың достары бастасын деп жол беріп жатыр. Гүлжан Мұсайына бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. 25. Мына тойшы қауым, бүгін біз Гүлжан Мұсайынаның туған күніне куә болып жатырмыз. Керемет той өтіп жатыр. 50 жас деген ең әдемі жас қой. Мына Гүлжаныма денсаулық тілеймін, амандық тілеймін. Жанат екеуі бақытты ғұмыр кешсін. Жанатты біз ылғи мақтап жүреміз, жігіттің төресі, жігіттің сұлтаны деп. Гүлжанның өзінде орны ерекше. Менің баламның класс жетекшісі арқылы таныстық. Балам 1-ші классқа барғанда осы Гүлжанға қолына ұстатып, балам саған аманат, 1-ден 4-ке дейін оқытып, баламды үлкен ер жігіт қылған осы Гүлжан Мұсайына. Баламның баласы ән кішкентай немерем жүгіріп жүр. Гүлжан кім ойлаған? Мына жастық шағымыз, Ләйла, Мұрат, Жанат бәріміз бірге өткіздік қой. Кім ойлаған мына немеремізді жетектеп тойға келеміз деп. Осындай той көп болсын, тойшы қауым. Аман болайық, сау болайық, алды-артымыз тыныш болсын. Мына достар көп болсын. Көршілерге риза болып отырмын. Аға, сондай керемет жүргізіп жатыр. Аға, қайдасыз? Қадырбай аға. Қадырбай ағаға көп рахмет. Көршілер ат салысып жатыр. О кісі менің жерлесім. Жамбылдық. Сіздер өстіп қолда жолдастарымызды, достарымызды қолдап жүре беріңіз. Қанша жасқа келсе де әлі жаспын деп жүре беріңіз. Аман болыңыз, сау болыңыз. Гүлжан, жарқырай бер, гүлдей бер, жаным. Баламның сен ең алғашқы ұстазысың. Сені ұстаз ретінде мен сені жақсы көрем. Дос ретінде жақсы көрем. Аман бол. Амин. Гүлжан туған күн құтты болсын. Ұзақ жаса, ауырмаса қалмайды, немере шөбере, шөпшек, жақсы осы әлемде қандай жақсылық бар, соның бәрін екеуі. Амин. Жаным досым, Гүлжан подружкам туған күні 18-ге толып жатыр. Енді өстіп жақсылап әдемі болып жүрген біздің Жанаттың арқасы, Жанаттың аман болсын, дендерің сау болсын арқасы. Мына 2000 жылдан бастап Гүлжан екеуміз доспыз. Мына 24-25 жылға қарай келді. Жолымыз жазылған жоқ, мына последний 1-2 жыл ғана шығар. Екеуміз кішкене басқа жақта жұмыс жасап жатқанбыз. Енді служебный машиналарды қасыма алып алайын қорқып жүрседі. Енді мына қандай жетістіктерге жетсек те осы қол ұстасып, енді менің бір биікке шыққаныма 50%, 60% жартылай осы Гүлжан Мұсайынаның жетістігі бар. Гүлжан Мұсайына көптеген қызметтер жасады. Ол кісі керемет білгір ұстаз. Әрқашан мақтан аламыз Гүлжан Мұсайына. Жақсы руководитель, керемет көшбасшы, бәрін шеше алатын сондай бір керемет мұғалім, үлкен буквой.
Поэтому я тебе желаю всегда счастья, здоровья, успеха. Айдан кейін сөйлеу невозможно, неше түрлі әдемі сөздерді айтып. Біз 2016 жылы Гүлжан Мұсаева екеуміз бұрын істеген 157 мектепке қайтып келдік. Сонда біздің жібек жабалдайынан күйеуі Олжас үлкен өзі. Сондай ревнивый, керемет кімді жібекті бережет, ешқайда жібермейтін бұрын. Сол үшеуміз педсовет деп күнде вечер жасаймыз. 2016 жылы Мұратқа аға звондайды деп, екеуінің аты Мұрат. Ойбай, ана 157 мектепке шыққатын қайтадан қосылды, не істейміз деп. Мұрат айтыпты, олар уже бұрынғыдай қыдыра алмайды, вечер жасай алмайды, қорықпаңыз деп айттым деп. Енді жолымыз сол кісі күйеуін берген шығар, жазып кетті үшеуміздің. Бірақ жүрегіміз всегда бірге. Биіктен көрін, аман бол, бақытты бол, мына немерелердің қызығын көр, солардың тойында жүре берейік. Құрметті қонақтар, мен бір қосып жүрейін деді. Осы тостың арасында Ләйла мен Жібек Гүлжанмен действительно мектепті бірінші бастаған ұстаздар. Үшеуі осы жолдас болды. Осы Гүлжан арқасында екеуінің жолдасымен мен дос болдым. Қазір былай айтқанда біз ағайынды туысқан болдық. Сол сияқты мына жоғарыда отырған ұстаздар, сіздер де бізбен туысқан болыңыздар. Ары қарай міне екі Мұрат, Ләйла бар, Жібек, действительно бір-біріміз шыны керек любой нәрсені жүре алмаймыз, қазір біріміз деп қатын достарымыз. Ақмечар зүзәр кінеш. Не бар, мафия олар, мұғалімдерде қиын болады. Ей, жаным, Жәке, мен сені тоқса айтаты келіп тұрсам, не айтып тұрсың? Бұл той ғой. Жәке, Гүлжан, мен енді бағана ассалаумағалейкум тойға келген тойшыл қауым, кешіріңіздер, мына класстастардың сандырағын. Айта береді бұлар лағып сол бір сөздерін. Ассалаумағалейкум, амансыздар ма, әке, ата? Әй жақсы, әй жақсы, әй жақсы. Әмен сіздердің батыларыңызда жүріңіз ғой осы күнге жетіп. Жәке, Гүлжан, мына Гүлжеке, елуің құтты болсын, құтты болсын. Әмен бұл күнге жеткен де бар, жетпеген бар. Бұл қуанышты көрген де бар, көрмеген бар. Немерең алдыңда шауып жүріп, апа, ата деп сендерге еркелеген бар. Немерең міне мектеп аттап жүріп жатыр. Дұрыс па? Қадамы құтты болсын солардың. Дастархандарын қуанышқа жайыла берсін. Мына қартқан класстастар қыртай берсін. Сіздерге денсаулық тілеймін, достарым менің. Ереке, қажылықтарым мұңжылық болсын. Сіздер қажылыққа барып келдіңіздер, Құдайға шүкір. Бәрімізге жұғысты болсын. Жұғысты болсын. Аман болыңыздар, достарым менің. Аман болыңыздар. Дастархандарыңыз қуанышқа, жақсылыққа жайыла берсін. Бұлар мені Негізі мына кішкентай немере сияқты туғаннан бірге өскенбіз. Жалпы арқасы батысып. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған қауым. Біз Жанаттың бала кезде бірге өскен жолдастарымыз, бір топ достары келіп отырмыз. Өте қуаныштымыз, Жанат досымызбен Гүлжан досымыздың осындай шаңырағында үлкен той болып жатыр. Кішкентай абзалымыз мектепке барып жатыр, Гүлжан 50-ге толып жатыр. Танат пен Айдана, Танат, сендерге де құтты болсын, қуаныштымыз. Танат өзіміз жақсы көретін балаларымыздың бірі, жолдастарымыздың ең балаларымыздың ішіндегі ең үлкен осы Танат, бәрі достарымыздың балаларға ақыл айтып жүретін. Енді Танатты осындай үлкен жетістікке жетіп жатыр. Біріншіден Танат өте қуаныштымыз, Айдан екеуіме. Кішкентайлар үлкен азамат болсын, папам мен мамаң сияқты мықты
үлкен бір отбасы болсын, қуаныштымыз, өстіп ата-анаңа қызмет етіп жатсың. Молодец, өте қуаныштымыз, сендерді көріп қуанып жатырмыз. Ал енді мына төргі дастарханда Жанат пен Гүлжанның ата-анасы келіп отыр, өте қуаныштымыз. Сіздер әрдайым осылай дастарханды сәні болып жүре беріңіздер. Балаларыңыз бақытты болсын, өте қуаныштымыз сіздердің жастарыңыздың жолдарыңыз жастарға берсін. Жанат досымыз біздің қалаға алғаш осы ең бірінші Жанат келген. Сол Жанат арқылы бәріміз осы қалаға тартылып, осы жақтан бәріміз өсіп өніп жатырмыз. Өте қуаныштымыз. Жанат пен Гүлжанның үйі әрқашанда ашық. Бәріміз сол үйден шықтық Жанат үйінен. Жанат досымызға өте ризамыз. Бәрі достар өздері біледі ғой. Осындай шаңырағында үлкен той болып жатыр. Балаларың бақытты болсын жәке. Рахмет сендерге. Гүлжан екеуің жақсы бір отбасы болып жүре беріңдер. Үлгі өнеге болып. Үһірлі болыңдар, шүбірлі болыңдар. Балаларың бақытты болсын. Сыдықовтар әулетінде әрдайым тойлар көп болсын. Өте қуаныштымыз. Рахмет. Біздің Алматы облысында вообще Навалда үлкен қара шаңырақ осы Жәкеңнің үйі ғой. Осы Жәкең үйінің арқасында біз бәріміз бүкіл осы Жәкең үйіне келіп ары қарай өріп өсіп кеттік. Қара шаңырақ біздің Жанаттың үйі. Ал Жанат, сендердің бүгінгі тойларың құтты болсын. Бағанадан бері айтып жатқан бүкіл ақ тілектердің бәрі аумен деп, сендердің отбасыларыңа үлкен бақыт тілеймін. Мына кішкентай абзалымыздың жолы ақ болып, зейін ашылып, үлкен бір еліне танымал ер азамат болып өссін. Енді сендер 70-ке келген кезде осы абзалдарың сендердің 70 жастық тойларыңды тойлап беретін болсын. Соған аумен дейік. Содан кейін жаңа айтпасқа тура келіп тұр. Ерлан айтып жатыр, Ахметжан айтып жатыр. Біздің қара шаңырақ Жанаттар деп, Жанат пен Жанат алғаш үй салған кезде сендер помнишь, я помню деп па. Сол кезде вечер жасайтынбыз ғой. Ана пол әлі салынбаған, дұрыстап свет жоқ, дұрыстап аттап жүріңдер дейміз. Түсіп кетсең, ана тесікке түсіп кетесің, потому что пол жоқ қой. Газелдің ішіне көрпе салуға білесіңдер ме, класстастар қалай жүретінімізді, Сол сендердің қара шаңырақ деп жатыр ғой, ол да бір адамның жақсылығын көрсетеді. Барлық осы сендерді мақтап жатқан баталары қабыл болып, семьяларың өсіп өне берсін. Енді Таңат пен Айдан аға айтып, сендердің де әке-шешелеріңе осылай қызмет етсеңдер, сендердің де балаларың сендерге осылай қызмет етсін. Өмірлерің әрқашан жарқын болсын, жақсылық болсын, сендердің отбасыларына көп мол бақыт тілеймін. Өзіме не тілеймін, сендерге барлығы бақыт болсын. Балапан елге танымал бір ер азамат болып өссін. Достардың атынан сыйлығымыз бар. Достардың атынан гүл шоқтары және сыйлықтары бар екен. Досым саған сенемін, сенім өтем, жолым өтем демеймін, жөнім өтем. Дос дегенің адамның серігі екен, дос дегенің адамның көрігі екен. Бір-бірлеріңіз осылай серік болып, көрік болып жүргендеріңізге тілектеспіз. Аман болыңыздар. Ал енді достар болып естелікке бір суретке түсейік бірінші. Одан кейін достарға бір би болсын, келіңіздер. Той иесі құттықтап тағы да сый-сияпаттарыңыз болса тапсырып ортада бір билеп жайғасайық. Той құтты болсын.
dostlar. Qadrli onalar, endi to'yimizda biroz kelib qoldi. Bir har so'zning arasida bir pauza stop o'tirmizmi? Har stolga baraylik, sizlarning kezlaringizda bir teleperedachalar bilетін болсаңыздар, енді ортаға шақырмаймын, өзім барам. Біз саундтректарын қояйық телепередачадан. Тапқан адамға, қолын көтерген адамға өзім барайын, иә? Кеттік. Естеріңізде қалды ма, сол кездер қалмады ма, бір тексерейік. Ең бірінші мынау қандай передача еді? Қандай? Мире животных. Молодец, дұрыс. Мире животных. Кеттік, келесі. Мынау қандай еді? Так. Қандай? Қандай? Время. Қандай? Вести емес. Мына жақ білетін сияқты. Қандай передача еді? Человек и закон. Человек и закон. Қандай еді? Қандай еді сені? Қайтамыз? Барайық. Стоп, өшір. Так. Қандай еді? Международный панорама дейді. Международный панорама. Ой, барекелді. Қандай? Қандай? КТК? Ол телеарна ма? Передача керек маған. Кім аға? Миллион кімге береді? Миллион кімге бұйырады. Дұрыс! Уже ұмыт қалыппыз. Келесі қабат еді. Қандай? Каламбур. Дұрыс. Келесі. Таксида. Қандай? Поле чудес. Поле чудес. Дұрыс. Келесі қабат еді. Расул. Человек и закон. Дұрыс. Мына столға. Кеттік, мына қандай? Ералаш. Дұрыс. Мына столға. Мына қандай передача? Қандай? Передача қандай? Что, где, когда? Что, где, когда? Дұрыс. Келесі. Қандай? Жемия. Келесі. Телевизормен басқанысыз бе? Қандай? КВН. Дұрыс. Келесі. Қандай? Битва экстрасенсов. Ең мықты экстрасенс кім айтыңызшы? Қайерде? Жоқ, битва экстрасенс. Любой сезон айтыңызшы. Любой сезонда бір мықты экстрасенс айтыңызшы. Шаман? Шаман да? Бар ма? Келесі бар ма? Бітті ма? Бәрекелді. Олай болса енді естеріңізге бір жас кездеріңізді салып қойдық, сіздердің кездеріңізді. Енді бір отбасылық достар. Отбасылық достар деген тамаша достар қауымы бар. Бір досым бар. Ашен, Әлия, Мұрат, Бибігүл, Бақтияр, Айгүл, Бораш, Салима, Ұлық, Гуля. Вы слышите меня? Келіңіздер, отбасылық достар, билеп-билеп.
Остановись, бейби деді мына кісі келіңіз. Ой, қараңыз, керемет достар. Міне, нағыз тойға келгенсіздер. Ал енді отбасылық достар деп отыр. Демек, сіздердің отбасыларыңыздың да той бұл. Құтты болсын, қадірлі қонақтар. Келіңіз. Әрине, келіңіз. Ал енді құрметті қонақтар, мына бүгін таныстыра кетейін. Негізі бұл кісілер осы Қалқаман тұрғындары, былай айтқанда біз Гүлжан екеуміз осы Қалқаманға келгенде таңат 5 айлық біз Айман мен Жезден марқұм үйіне келгенбіз. Содан біраз жігіттермен танысқан күйттікте квартирада тұрған кезде міне Әшем Братанның қарама-қарсы үйінде тұрдық. Сол Әшеммен таныстық, Әлиямен таныстық. Содан кейін ақырын Айгүл әпкем болып шықты, Бақтиярмен Жезден болып сойлармен танысып сөйтіп өстіп. Былай айтқанда бір 30 жыл болды. Бір ешкім қосқан жоқ қой сырттан. Былай өмір сүріп жүріп танысып, дос болып осындай жан дос болдық қой. Қазір қуанышымыз болсын, неміз болсын, бір-біріміз есінен қалмаймыз. Рахмет сіздерге. Әшекеңе мыңда рахмет. Әшекең Жездемнің жан досы еді. Сол біздің де жан достарымыз. Сол тілекті Әшекеңе басады. Әкеңдер, Гүлжан екеуің жаңа үйленбей жүрсіздер. Қалқаманға. Екеуің үйленіп, квартираға шығып, жаңа өзіңдердің ғой, бақсат езілер ме? Сол жақты балаларың өсіп, ары қарай семьялы болдың. Қатып кетті ғой арзағы, болды ғой. Сеп бір ғой деп. Гүлжан, аман бол, ендегі салып, жаңа деген немерелерің өзің өсін. О, Батя! Өсіп өне берсін. Ал, құрметті ағайын, той құтты болсын. Ал бүгін Бекжан, баламыз жапен, екі той бірге болып жатыр ғой. Бәрі тілектер, жас тілектер айтылып жатыр. Ең әйелде бар кішкентай баланың тілашатығы құтты болсын. Еліміздің ең Қазақстан, жаңа Қазақстан деп отырған Тоқайымызда. Сол жаңа Қазақстанда осы тұратын кіші кеткен балалар осы еліміздің бақ дәулетін, берекесін. Сол кейінгі осы балалар көрсеге дейін. Солар көріп алған, жәшпесін, арабтағыдай көріп ғой. Сондай өмір сүруге мүмкіншілік бар ол. Действительно, Алладағы көріп қой, бәрімізде бар мүмкіншілік. Міне бүгін тойды ағайын туысқанды жоралас шақырып жанат Гүлжан, рахмет, біраз болды. 24-тің башы, қуанышпен бастабасын, қуанышымыз ұзағанан болсын. Осы әулеттен қуаныш кетпесін. Еліміздің тыныштығын берсін, басымыз аған денсаулық, бай қуатты ел болайық. Бір-бірін сыйлаған, құтты, күректі мемлекет болайық. Гүлжан Мұстаева, сізге рахмет. Жаңа деген бақыт болған. Аман сен болайық. Сендерге көмектесің, бізге де көмектесің. Жаңа Гүлжан, бүгін қандай тамаша, күшті той. Осының сөздері бәрі, айтқан сөздері қосыламыз. Но я бы хотела сказать небольшую притчу, которая, мне кажется, к сегодняшнему торжеству очень подойдет. Бір үлкен кісі әке болып, жаңа сен әке болып, Танат баласы, соны әке баланы шақырып айтты: балам, мен сені өсірдім, көтердім, сен үшін бәрі істедім. Айшы, осы өмірде қандай саған мен тілегін істедім, қандай бақыт саған әкелдім. Бір маған жауап берші соны. Балам тұрды, айтты: папа, осы өмірде мені әкелдіңіз, той істедіңіз, өздеріңіз диплом алып бердіңіз. Осы өмірде маған той істедіңіз. Міне үлкен үй салдыңыз. Осы бәрі бақыт қой. Ей балам, деді,
самое главное, сен айтқан жоқсың, не үшін бақытсың. Папа, білмеймін, бәрі жақсы, рахмет сізге. Мінекей, мен уже үлкен жігіт болдым. Бәрі бар дегенде, соң папам айтты, балам, осы үйге мен бақыт саған әкелдім, ананы. Гүлжан, қайдасың сен? Міне, бақыт деген осы. Мына шаңырақта бақыт әкелген, міне, твоя половина. Балам, бақыт деген үйінің шаңырағы анадан. Әке өсірді, әке мына дүниесінен әкелді, бәрі саған сізді қорғап, үйіні. Бірақ бақытты бәрі ана. Гүлжан, алтын ана бол, алтын мама бол. Енді өте апа болдың, немере көріп атырсың. Енді жаңа дүниеге бақытты болыңдар, ағара өмір сүріңдер, балалар сіңдір, жақсылығы әкелсін, бақытты болсын, бәрі семьясын. Сол хотела, кішкене бірақ мен оқыдым, қазақша айта алмай жатырмын, но орысша я так себе перевела. Поэтому но там было так красиво написано, я хотела, чтобы ты нас поняла, тебя с юбилеем. Бұл жерде бір тағы айтып кететін бір не бар еді. Менің кішкентай 40 қызым бар, Еркежан. Еркежанның папасы мен мамасы болады, кіндік. Бақтияр мен Айгүл. Еркежан, бақыты болшы. Честно говоря, сложно не да. Да, честно переживаешь, да. Вот, Еркежан, красивый быть. Да. Сейчас, да. Желаем сейчас. Тоже. Мы так и сильно, да. Речь между вашими. Единственный ребенок, когда у нас папа на вахте, нам кызым звонит, папа, қалайсыз деп. Как приятно, когда ребенок звонит. Ну, свои родные. А она нам, видишь, как будешь, отдохни сама, Диана. Она, да. Счастье в этом мире как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем наделись руки. Ой, Еркежанның мама папасы қандай керемет. Номус бидің музыкасы болса да билей беретін кісілер міне. Қандай бишілер міне. Келіңіз. Ага. Нет, это там давно не гуляли. Керемет. Достар, сіленге қосыламыз ба? Бәріміз ба? Ал енді... Келесі ағым, тозып тосын. Ассалаумағалейкум, қадірменді қоштауым. Біріншіден, төрде отырған асқан таудай әкемізге, Ақбұлақтай анамызға, мынау бүгінгі балаларыңыздың қуанышы, балаларыңыз баласының қуанышын жасап отырған қуанышқа әрқайсыңыз жете беріңіздер. Лайым ұзағынан дегенді осында Гүлжанат пен Жанаттың қуанышын осындай бөлісуге, қуанышпен қуанып келгендерге қадамдарыңызға нұр бітсін. Әрқашан осындай қуанышпен қуанып тойға келіңіздер. Мынау бүгінгі айтпаймын, қыздың жасын айтпайды. Анам болсын. Құдай беріп келін болды. Құдай беріп ана болды. Құдай беріп ана болды. Қазір әке шешесінің алдында бұлар да апа, ата болып отыр. Лайым ұзағынан қылсын. Соған бәріміз жетейік. Сіздердің бәріңіз дастархандарыңыз осылай қуанышқа жайылсын. Енді қызымды сұрамаймын. Әумин. Ал, отбасының достары болып естеріңізге суретке түсейік, келіңіздер. Қараңыз. Енді мына
Еркежанның кімдік әке-шешесін билетпесек болмайды ғой енді. Билеп барып жайғасыңыздар, ал той құтты болсын. Тойдың басы осы болсын. Осы әулетте дүбірлеткен тойлар болсын. Және де осындай тамаша тойлар сіздерге жұғысты болсын деген ниеттен таратылады. Орын-орнымызға жайғасайық. Олай болса сіздердің алдарыңызға той бастарды алдырайық. Жырдамын жырдым, жығысты болсын деп алып отырмыздар. Бүгін енді білесіздер, бір той емес, екі той болып жатыр. Яғни, екі той бастар болады. Сондықтан да мына той бастарды ашып жырта беріңіздер. Мен бір ән орындап берейін, содан кейін екінші той бастарды да сіздердің алдарыңызға алдыратын боламыз. Енді айқайлағанның бәрі әнші емес, ән шығарғанның бәрі шәмші емес дейді қазақ. Әу демейді қазақ жоқ дейді, Шәмші атамыздың әндерінен бір попури орындап тұр дейді. Той құтты болсын. Айсыз ашық аспан Көрмемізде жұлдыздар үнсіз жамандасқан
Арайлым, сен жоқсың арайлым, кешікпей келем деп мен тұрмын елеңдеумен, кешікпей келем деп бір жарты берем деп тұрмай алып ал рахмет келіңіздер дастархан басына. Ну, ұзақ айттым ғой, біз ұзақпайсыз. Бәрекелді. Ал қадірлі қонақтар, олай болса мінекей Абзалдың да той бастары қастарыңызға келген екен. Ал қадірлі қонақтар, олай болса 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні болады. Әр нәрсенің өзінің орны болады. Тортты да көп жей берсең жүрегің айнып кетеді дейді. Сондықтан да уақытымен болған жақсы бәрі. Қадірлі қонақтар, енді бір тамаша тілекті кезегін алталаштың басын қоспаса да ағайын туғанның басын қосып, бір шәугім шайын беріп, тойды жасап отырған той иелеріне сөз кезегін берсек деген ниеттеміз, қадірлі қонақтар. Олай болса, той иелері Жанат әкемізді, Гүлжанат анамызды, осы кісілер бастаған ұжымды, балаларды шама келсе шапалап, қолдан келсе қошемет жасап, тойдың төрінен шақырсақ, тойдың басындағыдай тікемізден тік тұрып, шапалақты мұқ тұрып, дос екенімізді ұқтырып, Жанат әкемізді, Гүлжанат анамызды, таға құлдарыңызды, айдара келіндеріңізді, Әсем, Ақжол, Еркежан, Абзал атты той иелерін тікемізден тік тұрып, шапалақты мұқ тұрып, жақсылап тұрып қарсылайық, тамсалайық, қол соғайық. Дос, тұрып тұрған кездеріңізде бір сөйлеп жүрейінші. Бұл орындарыңыздан тұрғандарыңыз осы әулетке деген құрметтеріңіз. Қадірлі қонақтар, назарыңызды бұрайықшы, көршілер, достар, класстастар, коллектив, аталар, апалар. Қазір той иесі, сіздер бағаналды 4 сағат сөйледіңіздер, той иелері бір 4 минут, 5 минут сөйлесін. Рахмет сөз айтсын. Арақ деген атадан қалған ас емес, бір 4-5 минутқа стакан сыңғырлатпай тұра тұрсақ. Содан кейін мен ойлайын, бәріміздің үйімізде тамақ бар шығар, Құдайға шүкір. Бір 4-5 минут салақанды сыңғырлатпай тұра тұрсақ. Бір назарларыңызды бөліп, сіздерді сыйлап шақырғаннан кейін, сіздер де сыйлап бір 5 минут сөзді жазаңыздар. Жан-жағыңыздарды шулап кетсе, той иесі сөйлеп жатыр деп қойыңыздар. Тұрғандарыңызға рахмет. Қазақ өзі тұрғызбай болса да отырғызбай ақыл айтады. Сондықтан да орындарыңызға отырсаңыздар болады. Бірақ назарларыңыз осы той иесінде болса деген ұсыныс, сұрағыңыз бар. Ал енді той құтты болсын. Сөздің кезек өздеріңізде. Мынау келген қонақ қайтар рахмет болса, наз болса, алып келген подаркалар аз болса, айтып айтпастар керек осы жерде. Әкеміз бен анамыз бастай ма? Сіздер бастайсыздар. Жанат әкеміз, Гүлжанат анамыз нүктесін қояды. Балалар бастайды. Келіңіз, той құтты болсын. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Бәріңізге рахмет, өсіп сыйлап келіп отырғандарыңызға. Алыстан келіп отырған апаларымыз бар. Үлкен рахмет, осындай қыстың суығында өсіп келіп, анамызды сыйлап, бізді сыйлап келіп отырғандарыңызға. Осы жерде ең жақын адамдар ғой. Соның өз бәріне осынша адам болып отыр. Сол бәріңізге үлкен рахмет, өсіп сыйлап келіп отырғандарыңызға. Мына жерде әкемнің 71-лері класстастары отыр. Всегда біз бала кезден келе жатқан ұжым. Кіндік әке-шешем бар, мына жерде мен үлгі тататын Ерлан баба отыр. Осы кісілердің арқасында мен қазір алтындай бауырларым бар. Бәрі біздің мен достарым қызығып қарайды соларға. Қандай сендер қалай доссыңдар деп, біз бәріміз жасты балалар емеспіз.
жастарымыз арамыз 2-3 жас, 4-5 жастан бар. Бірақ бәріміз бір үйдің баласындай араласамыз. Сол сіздерге рахмет, үлкен сыйлас, достықтарыңыз ажырамасын, мәңгі болсын. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Ал мама туған күні құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Не дейміз енді, кішкене қолғалыстықтың 100 жасаңыз, сіздердің аттарыңызда біздер жүре берейік. Немере шөбере көре беріңіздер. Барлықтарыңыздың аналарыңыз 100 жасасын. Рахмет үлкен бәріңізге. Қайырлы кеш, мынау қауым, барлықтарыңызға келгендеріңізге алғыс айтамын. Мама, сізді туғаныңызбен құттықтаймын. 25 жасыңыз құтты болсын, 225 осындай әдемі болып, бізге үлгілі болып, аман-сау ортамызда, шаңырағымызда жүре беріңіздер. Папа екеуіңізге екі дүниенің бақытын тілеймін, шаттығын тілеймін. Ең бастысы сіздер аман болсаңыздар, бізге ең бастысы сол керек. Біздің қасымызда әрдайым бір отбасында, бір шаңырақта бақытты, тату-тәтті, берекелі болып жүре берейік. Біз жақтан келіншектер кетіп жатса, бізге кешірмей қарап, бізге ақыл кеңестеріңізді айтып, қолдап, қорғап жүргендеріңізге үлкен алғыс айтамын. Сіздерге қарап үлгі аламыз, жөнделеміз. Барлық жақсылықты тілеймін, туғаныңыз құтты болсын. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Бұл жерде күйеу баламның қызым Ақжол Көзбасы. Барлықтарыңызға бір сәлем. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жылда құт береке тілесін. Мама, 50 жасыңыз құтты болсын. Әрқашанда жүзіңізден күлкі кетпесін. Әрдайым осындай қуанышты күндеріңіз көп болсын. Қасыңызда жақсы адамдар көп болсын. Әрқашанда осындай жақсылықта ғана кездесіп жүре берейік. Денсаулығыңыз мықты болсын. Ешқашан ауырмаңыздар. Сол еліміз тыныш болсын. Абзалдың мектепке аттаған бірінші қадамы құтты болсын. Үлкен ер жігіт болып, беске салғанын бітіріп, үлкен ер азамат болсын. Рахмет. Қайырлы кеш, Тоштың жолы. Барлықтарыңызға үлкен рахмет, сыйлап келіп отырғандарыңызға, осы қуанышты бөлісіп отырғандарыңызға. Мам, туған күнің құтты болсын. Ауырмай, ешқашан денсаулығың мықты болсын. Папа екеуің тағы да бір 50 жас жасаңдар. Келесі 100 жас, 80 жас тойлап отырайық осылай бәріміз улап шулап. Ең бастысы денсаулықтарың мықты болсын. Сендер барда біз әрқашан бақыттымыз. Сол үшін сендер аман болыңдар. Сосын біздің кішкентай абзал қадамы құтты болсын. Халқымыздың қалаулы, елеулі ер азаматы болсын. Алар асулары, шығар шыңдары биік болсын. Тек қана жақсылық болсын. Мама, туған күнімен құттықтаймын. Бұл өмірде саған тек жақсылық тілеймін, ешқашан ауырма. Ең бастысы аман бол. Бәрекелді. Әнеге осы жаңада кемізбен Гүлжанар анамыздың ұл-қыздары бүгін тойды жасап, жүгіріп шапқалап жүрген. Жалпы қазақ айтады өзі, ата-анаңа тірі кезінде тауық сойып бермесең, өлгеннен кейін жылқы соймай қойды. Тірі кезінде разылығын алып, төбесіне көтеріп, дос-жаран туыстарын жинап, осылай той жасап беріп жатқан, мәртебе беріп жатқан, құрмет көрсетіп жатқан ұл-қыздарына бір қошемет соғып қойыңыздар. Үлгі алатындай-ақ, менің ұлым осындай, менің қызым осындай болсын екен дейді, ұл-қыздары бар әкемізбен анамыздың. Ал сөз кезек өздеріңізге. Ал енді құрметті тойшы қауым, сіздерге бүгін мыңда бір рахмет айтамын. Бәрілеріңіз бізді әулетімізді сыйлап, міне бүгін менің жолдасым Гүлжанның 50 жасын атап өтуге біздер той жасап кішігірім осындай той болып та соны келініміз бен баламыз осылай кафеде өткізейік деп екеуі жасады. Айдана мен Тағаттың еңбегі. Бұл жерде Ақжол менен Әсем бар, Еркежан бар, бесеуі осылай тойды бүгін өткізіп жатыр.
Енді бәрілеріңізге мыңда бір рахмет айтамын. Бұл жерде ең біріншіден әке-шешем отыр, аман болсын. Ауырмаңыздар, бабам. Бұл жерде менің енем отыр. Мыңда бір рахмет сізге. Міне осындай қандай суық болып, жер тайғақ болып, боран болып жатса да, сол анау Үржардан автобуспенен екі жеңгемді алып, балдызымды алып, жаңағы осы тойға келіп отыр. Мыңда бір рахмет, аман болыңыздар, аман есен үйге жетіңіздер. Асия апай, Бәтес апай, сіздерге мыңда бір рахмет. Менің Гүлжанның ағасы, Нұрсан аға марқұм өте жақсы адам еді. Сәтті ағамыз да сондай бір алтын адам. Баян ағамыз енді келуге қалды, енді немерелерімен, несімен, ол кісі де осындай бір алтынның бір Сәби ағамыздың ағасы ғой. Ол кісілердің бәрін жақсы көремін мен. Мыңда бір рахмет. Бәрі келіп отыр. Сергей, қайнаға рахмет. Жеңгемізге. Ал енді достарыма, мына жерде Гүлжанның коллективі бар, Қалқамандағы достарым, өзімнің класстастарым, көршілерім, туысқандарым, бәрілеріне мыңда бір рахмет. Осындай тойда қуанышта жинала берейік. Енді айтамын, Гүлжанға тілейтінім денсаулық, аман болсын. Бәрі жақсылықты тілеймін. Одан кейін кішкентай немерем бар, Абзал. Балам менің тап дейді ғой маған. Сол мен балам аман болсын, үлкен жігіт болып, осының үлкен тойында бізде атасы мен апасы сияқты отырайық. Гүлжан екеуміз қуаныштарында бізде немерелер шөбере көрейік. Таңатпенен Айданамызға мыңда бір рахмет. Осындай той жасап беріп отырғанына аман болсын олар. Сол, рахмет сіздерге. Құрметті қонақтар, көп рахмет. Мінекей бүгін Крещенский морозда осындай бәрін әуреге салып туықтым 50 жыл бұрын. Көп рахмет. Барлықтарыңызға бүгін келіп отырған ең жақын адамдарым. Бүгін анау алыстан ат терлетіп келіп отыр. Туысқандарым келіп отыр, достарым келіп отыр. Өзімнің туысқандарым бар, өзім туысқанымды жаңа Тамадайда ғой, сіздің қайынжық деген жоқ, ол өз туысқанымды. Сондықтан өз туысқандарым отыр, Айман, Әсел, мамам, Батя кезінде отыр, Батяның тойында, сіздің Батя деп айтқаныңыз қызық кетті ғой деп. Соқсап, көп рахмет барлықтарыңызға. Өте ризамын, айтатын сөз жоқ. 50 деген санның өзі көп болса да, хотя и выглядит красиво. В душе 25, спина болит, суставы ломит, болса да в душе 25 отырмыз. Әлде әке-шешелеріміз алдымызда тұрған кезде әрқашан да кішкентай болып көргенбіз. Көп рахмет. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Осындай тойларда жинап ала берейік. Былайша айтқанда бір отчет полжизни уже прожито. Еще 50 впереди светит, не светит бір құдай деп. Сондықтан көп рахмет айтамын, одан артық. Алғысым шексіз бәрілеріңізге. Бәрілеріңізді жақсы көремін. Әрқайсыларыңыз бір жеке тұлғасыздар мен үшін. Мен бәрілеріңізді жақсы көремін. Ешқайсыларыңызды бөлмеймін. Сондықтан мыңда бір рахмет айтамын тағы бір рет. Аман болыңыздар, тойыңыз құтты болсын. Тілек қабыл болып, жаңада кемігеміз 100 жасты бірге жасаңыздар. Гүлжан ханым келіңізші алдыға. Мен қазір Гүлжан ханымға бір ән шығарып қойдым енді. Көп шығара қоймайым, арасында бір ән шығаратын бар. Сол естіп қаңыздар, басқа жерде ести алмайсыздар. Мен қазір ән айтып жатқанда үйде! Ой! Деп отырыңыздар, е? Сол мен шабыттанып ары қарай шығуы мүмкін. Айтыңыз кезінде шықпай бар, сол қап береді. Кеттік ал. Гүлжан еркелеген елдің қызы, елуден нақ өзіне келген кезі, тойдағы қонақтарға қарап тұрып, сондағы
той жасаған пайда, ағайын шапалағың қайда. Гүлжан қошемет болсын, отбасыңызға бақыт тілейміз, бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта жүріңіздер деп осы отбасына бір қошемет жасап қойсаңыздар. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта, өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта, өтсін өмір. Есендікте, саулықта өтсін. Келіңіздер енді отбасы болып естеріп келіп бір суретке түсіп алсаңыздар, жақсылап тұрып билесеңіздер, рұқсат қадірлі қонақтар. Фотоға түсірші, бақытты сәтімді мен. Ал енді асқайырып, бақыт құдамыз қай жерде отыру керек? Осындай тойға жеткізген, аман есен өткізген Аллаға шүкіршілік айтайық. Асқайырып, бата жасап орнымызға тұрайық. Әумин. Ойратқан қойып, алғандарын амайып, басына берді зор уақыт, астына берді береке. Ғұмыр жасын ұзарып, ұрпақтарын асыл ет. Кәсібін арман кәсіп ет, және жауабын аулақып, тақтырмай еш насыр ет. Менің баршасының осы отауға нәсіп ет. Әумин. Айтқаныңыз Аллаға қозатар қабыл болсын. Ешқайда құлағына шалына берсін. Оны болса, қадірлі қонақтар, баршаларыңыз биялағына келіңіздер. Келесі тойда кездескенше.